Бүгін міне Құдай қаласа есте қалатын береке. Қазақта керемет қанат сөз бар. 50 жылда ел жаңа деп асқар ағаларымыз бен ақжаулықтан аларымыз. Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы қасиетті жылға елді мекені Сәкен Сейфуллин мектебінің 73-ші жылы өз білімдерімен бітіріп кеткен түлектер. Бір қол соғып қойыңыздар, құрметті ағайындар. Ендеше 50 жылдық деген жас әркімге бұйыра бермейді. Бүгін міне Құдай қаласа барлықтарыңызға бұйырған екен. Алла дендеріңізді сау болсын. Барлықтарыңыздың жолдастарыңыз, бірлеріңіздің класстастарыңыз мерекелеріңіз құтты болсын. Олай болса 50 жылдық асқар ағалармен ақжаулықты аналарды Сәкен Сейфуллин мектебінің оқушыларын, ұстаздар мен апайлармен қарсы аламыз. Сонау жыл күзде елге бір талып, кетпей келіп ет алып, ұстаз бен қоңыз етінен үйренген ей қоры бекарып. Менен күйіп қыздар сәліміз, ақ көйлек қызыл жалғыз көп, жасушы бәріміз. Келуші қыздар сәліміз, ақ көйлек қызыл жалғыз көп, жасушы бәріміз. Сүйегі он жыл тағымен тақтарым, есікті ашты тақтарым. Келіншектер бір айқайлап қол соғып қойыңыздар ендеше. Құрметті түлектер, 50 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын, Құдай қаласа. Естеріңізде болса, осыдан бір 10 жыл алдын сіздердің 40 жылдық кештеріңізді басқарғанмын. Дәл сөзі осындай әдемі едіңіздер, әлі әдемісіздер, Құдай қаласа. Алланың берген жасын жасап жүре беріңіздер. Дегенмен бәрін айтты, бірін айтты ортамызда
бастысы ұстаздарыңыз бар екен, бір қол соғып қойсаңыздар болады. Ендеше қазақта керемет қанат сөз бар, ұстазы мықтының ұстаны мықты деген. Енді ұстаздардың бір екі ауыз қысқадан нұсқа балалық күннен бір арнайы сөздерін тыңдап, кейін жоғарыға барып бір суретке түсіп жыл орнымызға жайғасақ деп отыр. Дегенмен ендеше ұстаздарыңыз Серікбай ағайдан бастайық, бір қол соғып қойыңыздар. Ағай. Қазір тұрған құдығы бауыры, мәден құраласы бейнесі, елу жылдығында нәсіп орты көріп отырмыз. Енді сіздерге деген әлде көптеген ағайлар бар еді, апайлар бар еді, мәнді дүниелер өткенді. Мынау мерекелерің құтты болсын, әр уақытта дендеріңіз сау болсын. Енді Құдайда не болса, 60-лықтарында бола берсін. Әр уақытта дендеріңіз сау болсын. Сіздерді бала шағалар, өздеріңіз аман болыңыздар. Әр уақытта бақытты болыңыздар. Ең сәкен түлектеріңізді қой. Böyle demeyen de ulkan bir şey, ağayda böyle belirlendir. Karmağımızda ekimize kalmışsın. Ondan sonra şöyle bakımız var. Bakın aman oldu, benderini soğuğuz. Amin, rahmet. Енді айдадан пысық қой ендеше. Мереке құтты болсын апай. Айналайын, құрметті шәкірттерім, бүгінгі мерейтойларың құтты болсын. 50 жылда ел жаңа дейді, бұл өте қысқа уақыт емес, ұзақ уақыт. Осындай уақытта түгел бастарың қосылып отырғанына Аллаға мыңда бір шүкір. Сендерге өмірдің бар жақсылықтарын тілеймін. Дендерің сау болсын, заманыңыз тыныш болсын, еңбектеріңіз еңбегін көре беріңдер. Тойларың тойласын. Құтты болсын жаным. Замандарыңызда бір жақсы оқитын, бір жаман оқитынды отырғызып қойып сұрап жатыр дейді. 48-ге 2-ні қосып бірді алып тастасаң қанша қалады десе, жаман оқитын оқушы айтады дейді 50 деп. Сонда жанындағы жақсы оқитын оқушы айтқан екен, 48-ге 2-ні қосып бірді алып тастасаң 49 қалады деп. Сонда жаман оқитын оқушы айтып жатыр дейді, сенде қуады екенсің, 50-ге көнбей жатқан апай 49-ға көнеді дейсің бе деген екен. Сол айтпақшы, сіздердің балалық күндеріңізге, ыстық суықтарыңызға тоңған ұстаздарыңыз аман болсын. Жалпы шын жүректен бізге де нәсіп қылсын, мерекелеріңіз құтты болсын, Құдай қаласа Алланың берген жасын жасап жүре беріңіздер. Келіңіздер бір естелікке сүйретке түсіп, жыл орнымызға жайғасып алсақ деп отырмын. Қошемет, қол соғып ендеше түгел ұстаздарына барып сүйретке түсіп алайын. Суретке түсіп алсаңыздар, жайғасыңыздар. Ендеше жыл орнымызға жайғасайық, мерекелеріңіз құтты болсын, Құдай қаласа. Алла дендеріңізді сау болсын, кеңіздер арнайы сіздер үшін жайылған ақ дастархан түгел жыл орнымызға жайғасып алсақ. Ендеше осында ұйымдастырып жатқан Асқар Таудай ағалардың керемет біз идеясымен бастап жатыр. Ауылымыздың, елдің ағасы, иманымыз, молдамыз орекеңді алдырып отыргенде жүр. Сондықтан түгел жыл орнымызға жайғасып алсақ деп отыр. Құрметтегі жақсылар, ендеше түгел келіңіздер. Азырға шыққанда бір қол соғып қоятын еді. Құрметті жақсылар, мерекелеріңіз құтты болсын, Құдай қаласа. Ал арамыздар, Асқар ағалар, ақжаулық аналар, жаны жайсаң жеңгелер, кеңпейілді әпкелер, басты біріктіріп, көрмегенді көрістіріп, қуанышты бірге бөлістіріп, қол тіршілікті жиыстырып, арнайы алтындай уақытын бөліп кездесуге келген құрметті түлектер, мерекелеріңіз құтты болсын деп бір қол соғып қойсаңыз. Әрине, үлкеннің ақыл, тыңдасаң қарияның ақыл деген біз қазақтың қағидасымен, яғни өздеріңізге өмірдің жаман емес деп қана жақсылығын үйреткен ұстазы мықтының ұстанымы мықты деген ниетпенен
Осында ұстаздарымыз Серікбай ағай менен Алтын апайды шақырып ақбатасыдан атып жақсылығын жалғатып мерекемізді ашып алсақ деп отырмық. Олай болса ендеше көргенде елдің ұлдар көш бастайды деген ниетпенен ұстаздарымыз бар білімін сіздер үшін арнаған, мейірімін жақсылықпен жалғаған ендеше Серікбай ағай, Алтын апай келсеңіз арнайы ақбаталарыңызды беріп мерекенің бет-бедесін ашып берсеңіз. Қазір ендеше келіңіздер құрметті ұстаздар. Елу жылда ел жаңа деп жатсақ, бұл енді бірге нәсіп қылмайтын нәрсе. Дегенмен Аллаға мыңда бір шүкір, Құдай қаласа. Қарап тұрсаңыздар, бір адамның өмірі ендеше сондықтан мерекелеріңіз құтты болсын, басы дендеріңіз сау болсын, Құдай қаласа. Бұдан кейін де талай шәкірттерді шығарсыздар ендеше. Сіздердің бар білімдеріңізді аямағансыздар. Арнайы тілек жақсы ниет өзіңіз ендеше. Ағайдың тілегін естігенде бір қол соғып қойыңыздар ендеше. Ал апай, мереке құтты болсын және де Алла деніңізді сау болсын, әдемі тілек жақсы ниет өзіңізге. Тай ғылымдай терісіп, бір өткізген сол жылдар, білімге деген құштарлық, жетелеген сол жылдар, мектеп, ұстаз ұғымын, биік ұстап бәріміз, білімменен сусындап, қанат қаққан сол жылдар. Иә, жастығымның куәсі болатындай, өздеріңді көріп, алғашқы еңбек жолымды сол Сейфуллин мектебіне бастаған едім. Өздеріңді көріп, бір қуанып отырмын. Иә, 50 жыл өтті. Сынаптай сырғып өткен уақыт шіркіннің жадында естеліктердің ізі қалады ғой. Сол естеліктердің парағын ақтара отырып, Сейфуллин атындағы орта мектеп, жылға өмірі, ұстаздар есіме түсірдім. Туған жердің тасы да ыстық дегендей, әлі күнге дейін жылғаны мен өзіме өте ыстық көрінеді. Ұлы ақын Мәлік Ғабдуллин айтқан екен, осы күнге дейін ұстазымның алдында өзімді шәкірттей сезінемін. Сол сияқты мен де сіздерді енді көпшіліктеріңіз ел ағасы, еңбек етіп жатсыздар. Соған қарамастан енді мен сіздерді шәкірттерім деп айтайын. Өзім де сол жылғаға барған кезде дәріс беріп жүрген көптеген ұстаздар жол көрсетіп, ақыл үйретіп дегендей, сол кісілерді әлі күнге дейін өзімнің ұстазым деп санаймын. Өздеріңіз білетін Бекасыл Жамантаев ағайларымыз, Нәсір ағайымыз, Бақылбеков, Әлібек ағайларымыз, Роза апайлар, бұлардың барлығы бізге жаңа білім берудің, тәрбие берудің қыр-сырларын үйретіп, бізді жолға салды. Әрі қарай бізде еңбек етіп, барымызды салып, шәкірттерді тәрбиелеуге жаңа әрекет жасадық. Бүгінгі мынау мерейтойларымыз құтты болсын. Сіздердің бір-бірлеріңізге деген сағыныштарыңыз, мектепке деген сағыныш сезімдеріңіз, ұстаздарға деген сағыныш сезімдеріңіз бүгін ең
тойханада сіздердің бастарыңызды қосып отыр. Осы үлкен мерейтойда сіздерге әрдайым денсаулықтарыңыздың мұқалмауын, арман тілектеріңіздің әрдайым жүзеге асуын, жандарыңызда жаныңызды жадыратар мол қуаныштардың болуын және әрдайым сіздерді Тәңірдің қолдауын тілеймін. Дендеріңіз сау болсын, ұрпақтарыңыз жалғаса берсін, еңбектеріңіздің зейнетін көре беріңіздер. Мерейтой әрі қарай жалғасын таба берсін. Тойларыңыз құтты болсын. Бәрекелді, барыңарына жақсылығын жалғап берген ұстаздарыңыз Құдай қаласа ақ батасыменен мерекелеріңізді ашып жатыр. Алла дендеріңізді сау болсын. Дегенменен ендеше ізгілікке найза бойламас деген шәкірттеріңіздің бір азын-аулақ сіздерге деген шабан шақты. Жабамыз, алағанды қағамыз, Құдай қаласа ендеше адамның ендеше ілім мен білім берген ұстаздардан ешкімнен аямаймыз деген ниетпен бір қол соғып қошеметтеп ендеше ұстаздарымызды арнайы шабан шақтығын жауып алайық. Әпкемізде арнайы ұстаздарға шабаны бар екен. Бір қол соғып қойсаңыздар болады, бәйдер себебі әпкемізде ұстаздарға деген алғысын айтып шапан шаттығын жауып жатыр. Кеңіздер бір әдемелеп сөйлеп кетіп солай ендеше берекелер. Бәрекелесі, қуаныштарыңыз құтты болсын. Өздеріңізден кейінгі міне бүгінгі жұмысты бола берсін мерекелеріңіз. Шуларыңызды жайласайық. Бір қол соғып қойыңыздар, ендеше ұстаздардың ақ батасын арнаған жақсылығын жаудырған. Ешімшектің ұрпақтың тек қана рахаты көруін насip қылсын. Ендеше жақсылап әңгіме қарап отырсаңыздар, қазақтың керемет ақыны Шынберген Сүлейменов ағамыздың бір әдемі сөзі бар. Қазақты білгің келсе ауылға бар деп, менен досындағы барша түлектердің құрметіне бір әдемі ән салып отыр.
бәрекелді жұптылайыққа кешегі осындай мерекеде ал аналар жұптыламыз ба таптыламыз ба деп отырғандарыңызды білдіріп отырсаңыздар деп отырып шын жүректен тілектеспін алла дендеріңізді сау қылып сіздердің жолдарыңызды бізге берсін құдай қаласа ендеше баяғыда өздеріңіз сияқты бір встречаға апайларын шақырған Алматыға енді 50 жылдық болса керек сонда 88-інде шыққан сол Алтынай апай сияқты ұстазымыз пойызбен келе беріңіз десе кассаға барса билет жоқ кемпір адамға билет не керегі бар Алматыға барғанша ойдағыда вагоннан вагон арылады Алматыға барса 70 вагон арылып ең ақыр вагоннан түсіп келе жатса проводник ұстап алып айтқан екен апай Алматыға тегін келіп алдыңыз билет алмадыңыз ең болмаса билеттің жатақшасын беріп кетсеңізші десе 70 вагон аралап сілесі қатпаған апайымыз айтқан екен есік ағы жүгірмек проводник билетті қай бетінен сұрап отырсын пойызға мінгеніміз болмаса Алматыға жаяу келдік қой деген екен ағайындар ендеше бұл мерекеге келгеніміз болмаса тікелей айтпап демеңіздер орынменен жолменен берсек деп отыр себебі қазақта бір қанат сөз бар біз осында ағалардың тапсырмасын айтқанбыз алдарыңызға ыстық тамақ келе жатыр ендеше өлі қыз алмай тірі байымас деген сондықтан сіздер жақсылап дәмге қарап отырсаңыздар араларыңыздан бала күннен бір күткен асқақтау ағалар ақжаулық аналарымыз бар ендеше сол кісілердің тамақтан кейін бір рухына арнайы құран оқытып одан кейін ары қарай мерекені жалғастырсақ деп отыр ендеше барын айтты бірін айт бүгінгі жақсы ниеттеріңіз қабыл болсын ағайын жақсылап дәмге қараңыздар ендеше алдарыңызға ыстық дәм келіп отыр біз әдемі ән салып отырмыз ендеше ағалар мен аналарымыздың құрметіне шынбергенге де бір сөзі бауыр деген бір әсем әнді қабыл алыңыздар ендеше мереке құтты болсын ағайын ағам бар інім бар деп жайраңдаған інім бар ағам бар деп тайраңдаған бір үйде бірге өскен бауырларды жек-жекке бөледі екен қайран заман бидайды күз келгенде жинайды екен бауырлар бір жатырға сөзімді көп алмаймын тұрмау бауырым бұл өмірдің заңы мекен адамдар өсіп тұрған бидай мекен бидайды күз келгенде жинайды екен бауырлар бір жатырға сыйған менен астына бір жатырдың сыймайды екен досым бар бала күннен бірге өскен досым бар тайтұлақтай бірге жеткен ағымымен ағайын әрқайсысы әр жақай бақыт қуып жолға кеткен зымырап өмір деген өтеді екен балалы қайта айналып біріміз ата болып отырмыз бей біріміз
әже болып күлдіңіз бе немере шөберенің рахатына бөленсек деп шіркін ұрпағы үшін өмірді сүргеніміз бе досым бар ажарланған қайда екен сағынса мені еске алар мекен елу жыл артқа тастап ағайындар бас қосып отыр міне достарыңмен рахмет. Мына өзі ақыр кезде мұқыл осындай встреча, одан қалса кеше бір 100 келген апаның туғанын басқардым. Енді 100 келген апаның туғанын басқарып болмайды деген сөз шыны керек. Той басталды, настроение жоқ. Той істеп беріп жатқан баласын шақырып алып сұрадым. Апам өз туғанын болып жатқан 100 келген апам айтады дейді, қаяқтан міне несі қағыр. Қараң-құраң адам болғанға бұны шалып өлген күні деп отырмын ғой деген екен ағайындар. Енді жаңа айтып жатып қой, бұл тарихта қалатын мереке дегеннің Құдай қаласа ұзағынан сүйіндірсін. Бастысы дендеріңіз сау болып, міне Құдай қаласа не бір балалықтарыңыз өткен ендеше. Мен енді жаңа айтып жатырмын, ұстазы мықты, ұстаны мықты деп Аллаға мыңда бір шүкір дегеніміз арамызда осында үлкен асқақтау ағаларымыз келіп отыр ендеше. Жаңа тізім жазып берген осында Жәнібек көкелеріміз арамызда небір асқақтау ағалар, ақжаулық аналар. Бұл мерекеге жете алмай кеткен ағаларымыз көп екен. Ендеше Мұқағалидың бір әдемі сөзі бар. Жылқы адамның пырағы, бала-шаға қос шұбардың шырағы. Зуылдаған өмір, зымыраған уақыт. Ана есіктен кіріп, мына есіктен шығып баратқандаймын. Мыңда бір шүкір, артында тек қана ұрпағыңмен ғана мақтанасың деп. Ұрпақтарыңыздың тек қана рахатын көріңіздер ендеше. Одан Жәнібек көке, рұқсат болса, біз Молдекеңе микрофон ұсынсақ, Құдай қаласа, сондықтан сәл бір назар аударып, иманды елдің балдары, иманды елдің қыздары Құдай қаласа еске алып отырған. Енді микрофонды өзіңізге ұсынайын. Сол өздеріңіздің түлеп шыққан жылға елді мекеннің қазір 13-14 мың халықтың елдің иманы, Асқатау ағамыз, Орекең келіп отырғанда үшін сәл бір қошемет көрсетіп, бір қол соғып қойсақ, ендеше микрофонды ұсынсақ. Ассаламу-алейкум, ағамын, апайлар. 1973 жылы үзілген, иншалла. Ағалар бен апайлар бас қосқына, иншалла. Тау-тауға қосылмайды адам, адамды қосылады дейді. Ұстаздары шақырып, бір жақсы адаммен отыру, жақсы жолдаспен отыру, жақсы әйелменен шай ішу, жақсы баламен, жақсы немеремен шай ішу, бөлі бір деген жолдастардың басын қосып, осыған басшылық қылатын аға апайларға рахмет. Ұстаздар шақырып мынау марапаттап шамасы келгенше қадірлеп жатыр. Бұл кісілерге рахмет. Ал енді соның қатарында мынау дәмге қарап отырыңыздар. Мынау дүниеден өткен ұстаз, жора жолдастар бар. Соны атап Құран оқысамыз деген бір ниетпенен шақырылған едім. Сол үшін мен енді өзім міндетімді атқарсам, сіздер дәмге қарап, мен қарап отырыңыздар. Ұстаз деген нәрсе сондай бір ұлы нәрсе екен. Кешегі біздің әкелеріміз ұстазға баланы бергенде ет сенікі, қабырғасы менікі деп әрдайым біздің ақсағаттарымызда сондай бір апай десе, апай ұрысты, осындай десе, жоқ, оныкі дұрыс, сенікі дұрыс емес деп отырады. Сол кездегі ұстаздардың өзгешелігі, сондай бір апайлардың өзгешелігі. Шамалап, әлеге шейін сол бір апайлар кездесіп қалса, ағайларымыз кездесіп қалса, қамтын ойылмай, ұқсап мекен кәйтереген деп қаламыз. Аман болыңыздар, жақсы болыңыздар, сосын көрген мына, иншалла, 50 жыл болып, мына ұстаздар шақырып, соның қатарында бір-бірінен итарласып отқан ағалар мен апайларымыз айтатын қосақтарымыздан қосағар.
Her bir saat siz bize silahı ötküzünüzler. Ya asal ayıptı o yönde. 50 yıl olsa tağa Allah'ın verdiğin casını casamızlar. Emre şöyle görüp son kızımla, kuvançla dönümüzü, rayet yüzlerimizden kulüp etmesin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarakallazi biyedihil mulku ve huve ala kulli şeyin kadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ صدق الله المولانا العلي العظيم سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أطعمنا وسقنا وجعلنا من المسلمين جزاك الله كثيرا كثيرا وزن بردا شكرا düşünce eylem oturan Müslümanlardan, okulunu oturan Kur'an ayetlerden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerine, kendine inşallah 73. yıla bitirip inşallah ötürden ağalarından, akaylarının keşevi dünyaya yetken ustazları sonun katarında tayyipimizi kişiler gezlemine öğüsüp inşallah isken körü yoldaşlarına sonun katarında ata atalmagan sonun katarında inşallah ağayımız inşallah Musabayip, Nazarbek ağayımıza, Balgınbek, Alibek ağayıga sonun katarında aramızdan kişiyle tayyipimizi bir partada oturup bir oynab yurgen dilini nütken körü yoldaşlar Perdabay ola birgeden qaytkan Inşehir Sinbek, sonun katarında Jusanbay ola Begalı, sonun katarında Dostu Muhammed ola Ermahan ağamızga, sonun katarında Bayziman ola Safarhan ağamızga, sonun katarında Ahmet ola Taşkenbek ağamızga, sonun katarında Nurjan ola Mirzabek ağamızga, Kulcabay ola Darhanbay ağamızga, sonun katarında Kajal ola Jasılık ağamızga, sonun katarında aramızdan keşevi dünyaya yetken inşa Seydualı oğlu Almaskan ağamızga, sonun katarında Kavdar oğlu Baltabay ağamızga, sonun katarında Köbresar oğlu Tağay ağamızga, sonun katarında Dölge'nin qaytkan Sanmurza inşallah oğlu Khahar ağamızga, sonun katarında Akköz oğlu Kıdırali ağamızga, sonun katarında Aslar oğlu Kıdırali, sonun katarında Dölge'nin qaytkan İman oğlu Vorazali, sonun katarında Dölge'nin qaytkan inşallah İskirdi oğlu inşallah Muhiddin, sonun katarında Saparalı kızı Gülnar apayga, sonun katarında Selek kızı Ajar ayavlı Ajavukta apayga, sonun katarında Abnasır kızı Hanzada, sonun katarında Köbel oğlu Vergenbay ağamızga, sonun katarında Kayıp oğlu Baktırбек ağamızga, sonun katarında Dünye'den qaytkan Kanbek oğlu Şirinbek ağamızga, sonun katarında Dünye'den yetken inşallah Kaldыбекov inşallah Pernabay ağamızga, sonun katarında Tültay kızı Altınkul ayavlı Ajavukta apayga, keşevi Dünye'den qaytkan inşallah Akköz Kerine Gülsüm apayga, sonun katarında Amangeldi kızı Sevgi apayga, osu atalmagan apaylarga, körü yoldaşlarga, jayılıp oturgan dasturxanlarda, okulunu batan Kur'an ayetlerine 7 yıl
İnşallah mutlaka jinalıp oturup körür dostları, apaylar intibaqtasa oturup dastarxan dayına Kur'an okutuyorsan eken, tülü yüzlüğü Müslümanlar niyetin kabul etkirdey, bu kişilerin niyetlerini kabul etip mertebelerini büyük kılaysın. Çoğarlığa atılgan babalarımızın kabrını ırgat oldup, sırav cevabını çeyğil olup, Allah'ın rahmeti, Peygamberimizin otu şafaatı olayı. Yeryüzündeki jinalıp oturan ağalarının, apayların, kosaklarının kosalar, her bir sanatçısı bize silası ötülüğü nasip etsin. Ballarına, neberelerine, şöberlerine, başlıqsının kızığında kuvançlarını nasip etsin. Rabbena etina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar rahmetike ya erhamer rahimin. Ağalar niyetleriniz kabul olsun. Ben hazırkım түбіне жете деген деп құдай қаласа осы дұға қабыл мұрат асыл бола берсін. Асқар ағаларымыз бен ақ жаулықтан аналарымыздың бүгінгі барша басты біріктіріп отырған ниеттеріңіз қабыл болсын деген ниетпенен біз енді бір арнайы әдемі тілек жақсы ниетті қыз деген жарықты қылығымен жарасқан ендеше осында қазір міне қыздар қауымын шақырсақ деп отыргендеше әрқайсысы адам сүйген жолдастарымен жұбайларымен қыз қайда жүрсе де ұшқан жерде той болса екен жақсылық болса деген ниетпенен келіп отқан қыздар, құрметті әпкелер, менің келсеңіздер жұбайларыңызбен Гүлнар әпке бастаған Зина Алтынкүл, Назира мен Гүлжина түгел жұбайларыңызбен Нұржамал Зәуре, Қаухан мен Зерігүл, Ғалия бастаған Жұмагүл Сәрсенкүл, Фатима Несіпгүл әпше бастаған Балағыз Гүлбахар, Маржан Шарипа, Карима әпке, кеңіздер мерекелеріңіз құтты болсын. Қыздарға деген құрмет ағайын, қол соғып қошеметтер, қарсылайық қыздардан. Ал кеңіздер әпкелер. Қандай керемет бір қол соғып қойыңыздар қыздарға ағайындар ендеше. Ал құрметті қыздар, құрметті әпкелер, мерекелеріңіз құтты болсын. Алла дендеріңіз сау болсын. Енді жол сұрағы мен жөн сұраған ешқандай айып жоқ. Барлығыңыз бір класста бітіргенбіз. Шетінен мереке біздікі, әдемілік жақсы ет өздеріңіздер. Қыздар, келіндер, жеңгелер, бүгін бір тамаша сәтті күн болып тұр. Мектеп бітіргенімізге 50 жыл. Жарты ғасыр деген ойлап келдім. Кеше ғана бақтада кішкентай қыздар, балдар болып жүріп, бүгін ер жетіп, абай болып, ата болып жүрміз. Соның бәрі осы денсаулықтың арқасы ғой. Дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар. Көріп отқан немере шөберелеріңіздің қызықтары көріп, осындай Алла бұйырған жақсы жасап, жылдан жылға кездесіп, бір-бірімізді жүздесіп, өзім біраз уақыт көрмеген қыздар балдарды көріп, өте тамаша болып отырмын. Рахмет сіздерге осыны ұйымдастырған жігіттерге, қыздарға рахмет. Сондай жақсы өтіп жатыр кездесуіміз. Кездесу тоқтамай 5 жылдық болып жалғасын таба берсін. Рахмет барлықтарыңыздың отбасыларыңызға денсаулық, отбасыларыңызға береке тілеймін. Рахмет.
Құрметті менің ұстаздарым және 50 жыл мектеп бітіргенімізге 50 жыл болған бірінші класстан бастап оқыған құрбыларым, құрдастарым, қош келдіңіздер. Біздер үшін бүгін ең бақытты күндердің бірі деп есептеймін. Мынау бастауыш сыныптағы класс жетекшіміз Сәрсенбаев Насыр ағай еді. Одан жоғары класстан бітіргенге дейін Алтынбеков Әлібек және де бірнеше ұстаздарымыз өмірден өтіп кетті. Ол кісілерге жандары жаннатта болсын дейміз. Және де осындай 50 жылдан кейін кездесіп отырған құрбы құрдастарының ішінде о дүниелік болып кеткен класстастарымыз бар. Жатқан жерлері жайлы болсын деймін. Олардың Құдай қаласа, олардың ұрпақтары, олардың көрмегендерін көре берсін, жалғаса берсін. Мынау енді класстастарыма айтарым, барлығы өмірден өз орындарын тапқан деп есептеймін. Адам ұрпағымен қымбат қой, ұрпағымен мың жасайды. Сол үшін де мына класстастарыма айтарым, мынау біз көрмеген, біз жетпеген жетістіктерге Құдай қаласа балаларымыз, немерелеріміз, шөберелеріміз жетсін. Мына ортамызда шөбере көріп отқандар бар екен. Құдай қаласа солардың жолдарын бізге берсін. Класстастарыма Құдай қаласа денсаулық беріп, осы жаз келіп, қар келіп, енді Құдай қаласа қарттық неге өтеміз ғой. Құдай қаласа анау алшынай, әбіржімей, мінездеріміз өзгермей, әдемі қартаюды нәсіп етсін. Сол мен тек қана класстастарыма, осында отырған апайларыма, ағайыма, отбасыларымызда тек қана денсаулық, бала-шағаларымыз аман. Осындай жақсылықта тойларда жүре беріңіздер. Құдай қаласа енді біз 5 жылдан кейін де, 10 жылдан кейін де нәсіп болса, одан да қарай да аман есен жүре берейік. Ал мен айтқаным келді Шарипа. Мына Шарипадан кейін сөйлеуді маған қиын болды. Барлық айтатынды айтып өтті. Аллаға шүкір. Құрметті, бүгінгі 50 жыл толғалы той ғой мынау енді. Тойларыңыз құтты болсын. 50 жылдан кейін кездесу деген бұл өте бір керемет нәрсе. Енді Құда қаласа 60 жыл, 70 жылдан кейін де кездесіп, төрт көзіміз түгел ойнап күліп, немере шөбере сүйіп, шөберелерімізді жетектеп, осы дәл осы тойғанада кездесе берейік. Осыны ұйымдастырған қыз жігіттерге көп рахметімді айтамын. Басымды иемін. Рахмет. Ассаламу алейкум жамағатым. Амандасу алдымен ата салтым. Бас иіп баршаңызға сәлем бердім. Ұрпағы адам ата қауананың. Мен Мұсайып ағайдың классында, бұл классында оқығанмын. Омарова Гүлзинатпын. Мына жора жолдас класстастарым, сендерді бәріміздің жүрегіміз бірдей. Осыларды көрсек екен дедік барлықтарымызды. Сол көру үшін қуанып, ұйықтамай, қатты көңіліміз қалдық. Енді аман есен жүре беріңіздер. Мына ұйымдастырған Жәнібек, Аман, Жақан, Қаплан, Гүлмахар, тағы айта берген еңбек еткен класстастарға рахмет. Құда қаласа Алла бұйыртып 10 жыл, тақ 60 жылдығымызды тойласақ, Аллаға рахмет. Сыйлы етсін Алла бастарыңызды, ғұмырлы етсін жастарыңызды, өркендей берсін, өсе берсін, биіктей берсін ұрпақтарыңыз, домалатсын Алла тастарыңызды. Амин. Класстастар, бүгінгі мына қуанышты күнде бәріміз бас қосып отырмыз. Құдай қаласа кейінгі осындай басымыз қосыла берсін. Барлығына аманшылық тілеймін, дендері сау болсын, жақсылық бола берсін. Не дейміз? Барлық үйлерде той болсын осындай, Құдай қаласа. Аманшылық болсын, ең бақытты, ең көңілді.
саламатсыңдар ма жалпы класстас қыздар балдар дендеріміз сау болсын, бала шағаларымыз аман болсын, барлықтары үйлерінде жиын той болсын, ауырмайық үсті басымыз қосыла берсін. Мен Құлжабаева балаңыз. Айналайын көпшілік мынау 3 класс жиналып отырмыз. Ол қыздары дендерің сау болсын, әр уақытта осындай басымыз қосылып, көпшілікте осындай жиын тойда кездесе берейік. Әрқайсының үйінде осындай шілдехана жұмысты болсын. Осындай ұстаздарымызға келіп жатқан апайларымызға көп рахмет. Сол кісілердің артынан көпке бармыз. Әр уақытта осы 60 жыл, 70 жылға кездесе берейік. Құтты болсын осы отырған тойымыз. Сөйлегенім жүмәгім. Саламатсыздар ма? Менің атым Жемайра Қалиямын. Осы қыздармен оқыдым, класстас болдым. 8 классқа дейін 9 классқа оқығам. Енді осы класстастарыммен өте қуанып отырмын. Құдайға шүкір, мың мәрте шүкір. 50 жылда атау деген оңай нәрсе емес. Алдап өткен екен, осы қыздармен айтып отырмыз. Көріскен апайлар, ағайлар аман болсын. Құрдастарым бәрі аман болсын. Бәрі ниетіне жетсін, мақсатына жетсін. Үлкен апа болсын, шөбеден алақанамай жарайық. Мен алла берсін, танытқа барып деп ниетіп отырмыз. Сөз тілегіміз қабыл болсын арамызда. Мынау өткен апайларымызға, ағайларымызға, класстастарымызға, өмірден кеткен азаматтарға жатқан жерлері жаннатта болсын. Мынау Серікбайға мен Алтынапайға көп рахметімізді айтамыз. Осындай нәсіп етіп біздің 40 жылымызда, 50 жылымызға келіп жатыр. Денеріңіз сау болсын, аманшылық болсын. Енді Құда қаласа 55-60 жылдықта да келіңіздер, Құдай нәсіп етсін. Мынау осыны ұйымдастырып отырған класстас балаларымызға, қыздарымызға көп рахметімізді айтамыз. 50 жыл деген оңай жас емес, жарты ғасыр. Бәріміз бір-бірімізді көріп, қуанып, бір-бірімізді семьямызды сұрап жатырмыз. Барлықтарыңа денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін. Құда қаласа немере көріп қойдым, өзім шөбере көріп қойдым. Шөбере көрмегендер шөбере көрсін. Соған Алла нәсіп етсін. Тек қана жақсылықта, осындай қызықшылықта кездесе беруге Алла нәсіп етсін. Класстастар, бүгін нәсіп болып 50 жылдық тойлағанымыз